Жаңа жыл келіп қалды. 2023 жылдың қорытындысын жасап, келер жылға жоспар құрып жатырсыздар ма? 2024 жылы қайда ақша салған жөн деген сұрақта баршамызды мазалап жүр. Осыған байланысты келер жылда доллармен қайда инвестиция салуға болады деген сұрақтың жауабын іздеп көреміз. Бұл Жусан Инвест. Лайк басып каналға жазылыңыз, ал біз бастаймыз. Дәстүрлі әдістер. Қазақстанда долларды депозит ашсаңыз, ол жерде сізге бекітілген жылдық кіріс 1% көлемінде ғана табыс ала аласыз. Мысалы, сіз $1000 бар делік. Осы ақшаны Қазақстандық банктерден долларды депозит ашсаңыз, бір жылда сіздің ақшаңыз бар жоғы $10 ғана кірісі келеді. Одан да Жусан банкте теңгемен депозит ашуға болады. Бұл дәстүрлі салым түрлеріне жатады. KC Global акциялары. Қазақстандық инвесторлар шетелдік биржалар арқылы акция сатып алғанда, табыстың көп бөлігін контрагент комиссиясы мен биржалардың ұстайтын ақшасы жеп қою мүмкін. Осыған байланысты көптеген сәтті мәмілелер соңында шығын алып келуі ықтималы жоғары. Егер сіз шетелдік компаниялар акциясына минималды комиссиямен инвестиция жасағыңыз келсе, KC Global тізіміндегі шетелдік акцияларды қарауға кеңес беремін. Оларға долларда инвестиция жасай аласыз. Мысалы, KC Global қатарында Apple, Microsoft, Tesla, Amazon секілді әлемге танымал брендтерді сатып алуға болады. Бұл жерде ең бастысы, KC Global'дағы акциялармен мәміле жасап, пайда тапқаныңыз үшін салық төлемейсіз. ақш қазынашылық облигациялары. Бұл әлемдегі ең сенімді бағалы қағаздар болып саналады. Тіпті Қытай және Жапония сияқты экономикасы мықты елдердің өзі ақш қаржы министрлігі шығаратын облигацияларға $1 триллион шамасында инвестиция салған. Бірақ жыл сайын Қытай өзінің салымдарын азайтып келе жатқанын да айта кеткен жөн. Енді бұл қағаздарды Жусан Инвест арқылы сатып алу мүмкіндігі бар. Бастау сомасы $1000. Қазынашылық облигациялардың 5 түрі болады. Олар мерзімі купон төлеу ретіне қарай бөлінеді. Әдетте 1 жылдан бастап 20-30 жылға дейін ақша салуға болады. Әлемдегі ең танымал инвесторлардың бірі Уоррен Баффет те ақш мемлекеттік облигацияларына жылда ауқымды қаржы салады. ақш долларында 5%-ға дейін табыс табуға болады. Және KC-де сатқан кезде салық төлемейсіз. Бағалы қағаздар арасында AAA деген ең жоғары рейтингке ие. AAA рейтингі тәуекелі деңгейі өте төмен екенін білдіреді. Өтімділігі жоғары облигацияларды KC биржасында кез келген сауда күнінде сата аласыз. Достар, 2024 жылы доллармен инвестиция жасайтын болсаңыз, бүгінгі айтылған идеяларды қарастырып көрсеңіз болады. Басқа да сұрақтарыңыз болса, комментке жазыңыз, біз қуана-қуана жауап беруге дайынбыз. 2023 жыл сіз үшін табысты болды деп үміттенеміз. 2024 жылы одан да көбірек сәттілік алып келуіне тілектеспіз. Біздің каналға жазылып, лайк басып, коммент жазыңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.